Табиғатты бүлдірмейік. Табиғат адамның ежелден бергі тіршілік етіп, өмір сүріп келген ортасы және мәңгілік мекен ете беретін алтын бесігі. Біздің халқымыз ежелден өз жерінің табиғатын аялай қорғап, обал мен сауапты, адал мен арамды ажырата білген. Аталарымыз бен әжелеріміз жеміс жидек өсімдіктерін кесіп, сындырмаған. Көк шөпті орынсыз жұлып таптамаған. Құстарды, аңдарды, табиғат перзенті деп, өніп өсуіне қиянат жасамаған. Қазақ халқында үйіне кіріп кеткен жыланды өлтірмей, басына ақ құйып шығаратын дәстүр бар. Өрмекшіні, аққу, киік, көгершін, қарлығаш, бүркіт сияқты жәндіктер мен құстарды халық қасиетті санаған. Ел шетіне жау тиіп, ауыл үдіре көшкенде, шаңырағына қарлығаш ұя салып, балапан шығарып жатқандықтан Төле би бабамыз үйін жыға алмай, жұртта қалыпты деген аңыз бар.